Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып антибиотиктердің әсер ету механизмі және әсер ету механизм бойынша жіктелуі. Антибиотиктер дегеніміз не? Антибиотиктер дегеніміз бактерияларға қарсы бактерияларды өлтіретін препараттар тобы. Антибиотиктер әсер ету спектрі бойынша кең спектрлі антибиотиктер және тар спектрлі антибиотиктер деп екіге жіктеледі. Кең спектрлі антибиотиктер көптеген бактерияларды қамтиды және көптеген бактерияларға қарсы әсер етеді. Ал тар спектрлі антибиотиктердің әсер ету спектрі өте тар және бірнеше 1-2-3 бактерияға ғана әсер ете алады. Антибиотиктер әсер ету механизм бойынша бактерия циттік және бактерия статикалық деп екіге жіктеледі. Бактерия циттік дегеніміз бактерияларды өлтіреді, ал бактерия статикалық бактериялардың көбеюін және өсуін алдын алады және тоқтатады. Антибиотиктердің әсер ету механизм бойынша жіктелуі 5 топқа жіктеледі. Бірінші топ ақуыз синтезінің ингибиторлары, екінші топ нуклеин қышқылы синтезінің ингибиторлары, үшінші топ жасуша қабырғасы синтезінің ингибиторлары, төртінші топ жасуша мембранасының тұтастығын бұзатын заттар және бесінші топ фолий қышқылы синтезінің ингибиторлары. Бірінші топ жасуша қабырғасы синтезінің ингибиторлары бізде пенициллиндер, цефалоспориндер, карбапенемдер және монобактамдар жатады осы топқа, және бұл топ бета-лактамды антибиотиктер деп аталады. Екінші топ ақуыз синтезінің ингибиторлары, тетрациклиндер, аминогликозидтер және макролидтер жатады. Нуклеин қышқылы синтезінің ингибиторларына бізде хинолондар және фторхинолондар жатады. Төртінші топ жасуша мембрана тұтастығын бұзатын заттарға бізде полимиксиндер және даптамицин жатады. Және бесінші топ фолий қышқылы синтезінің ингибиторларына бізде сульфаниламидтер және триметоприм деген антибиотик жатады. Бұл лекция өте қысқа. Антибиотиктердің әр тобына жеке толық видео шығады осы каналда. Сондықтан осы каналға тіркеліп жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.